Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видеоделігімнің 64-ші күні. Бүгін ешқандай салмақ өлшеген жоқпын. Ұмытып кеттім. Шынымды айтайын, ұмытып кеттім тастауға. Бүгін отбасы күні бізде. Жолдасым бүгін демалып жатыр. Сол себепті бүгін бір жаққа шығамыз ба деген жоспар бар, бірақ дейтін күн өте ыстық. Ойланып отырып шайық па шықпайық па деп таңертең пляжға барған жоқпыз. Таңертеңнен бастап уже ыстық дейтін ұрып тұр. Влажность дейтін почти что 85-90%. Сол үшін білмей отыр. Енді баланы жылқы фермасына алып барып атқа көптен мінгізген жоқпыз. Соған мінгіземіз бе деп кеше жоспарлаған болатын едік. Мен бүгінгі күн дейтін біздің жоспарымыздың бәрін бұзайын деп тұр. Ауа райы. Көреміз, көре жатамыз. Егер барып жатсақ түсіремін ғой сізге. Бармасақ үйде кондердің астында отырамыз. Сол бүгінгі ас мәзірімді көріңіздер, қараңыздар, мен бірге болыңыздар. Жексенбі күндерің жақсы өтсін. Пока. Қайырлы таң қыздар. Так, мынау турецкий менемен деген. Ішінде перец, помидор, соған бар ма? Жоқ. Перец, помидор тек, сосын тек не бар? Томатная паста бар. Сосын мынау оливки, сыр, ағашық, күпіртілімнен. Күндеріңіз жақсы өтсін. Біздің кешкі ас. Қойдың қабырғасы, ішінде картошкамен. Жай аз отта пісті. Үйде ұстан қызарған сағат жарымда. Енді паста ыстықта. Бұл өткені дұрылыға қойып. Қызартпау керек. Өтті. Үстін қызартқанымыз еді. Біздің кешкі асымыз пісті. Қойдан қабырғасы. Бәрін жемейді енді. Балам ақ қалан есімде. Өзім ақ қалан. Мүмкін. Или жолдасыма. Көреміз енді. Қарнашы тұр бірақ. Күшті болып пісті. Табағыма қойдым. Кескенде осындай. Сонан салатпен бірге жеймін. Маған ас болсын. Ертеңден енді көріскенше енді пока-пока деп айта аламын.